بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Өздеріңізбен бірге Құран оқып үйренейік сабағымыздың 15-ші дәрісін бастаймыз. Кітаптарыңызды алып, сабаққа дайындалып отырыңыздар. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Құран адамзатқа арналған заңдар жүйесін немесе жаратылыс құпиясы туралы деректерді ғана емес, тарихи оқиғалар туралы баяндамаларды да қамтиды. Ерекшелігі, бұл оқиғаларды әлемдердің Раббысының өзі баяндайды. Олар, яғни пайғамбарлар жайлы хабарларда ақыл иелері үшін ғибрат бар. Бұл Құран ойдан шығарылған әңгіме емес. Ол өзінен алдыңғы растаушы, барлық нәрсенің анық түсіндірмесі, әрі иманға келген адам үшін тура жолды ұстануға басшылық және мейірім делінген. Бұл қиссалар кімдер туралы еді? Құранда Алла тарапынан адамдарға тура жол көрсетуге жіберілген, пенделерді бір Аллаға құлшылық жасауға шақырған пайғамбарлар мен елшілердің және олардың қауымдарының өмірлерінен суреттер, үзінділер беріледі. Біз бұл қиссалар арқылы ардақты пайғамбарлардың өмір барысымен таныса келе, олардың үлгі өнеге тұтарлық және мінез құлқы, кең пейілдігі мен мейірімділігі, қарапайымдылығы мен сабырлығы және ең бастысы шынайы тақуалығы жайлы оқып білеміз. Құранда аты аталған 25 пайғамбардың әрқайсысы Алла жолында сан түрлі кедергілер мен алапат сынақтарды басынан кешірген. Құранды оқып оқыған мұсылман басына қандай да бір қиындық келсе де төтеп бере алады. Өйткені пайғамбарлар алейхиссалам өнегелері олардың ісін үлгі тұтушыларға үлкен күш жігер береді. Алла тағала өзі келтірген қиссалардың ішінен ең көрнектісі ретінде Жүсіп пайғамбар, оған Алланың сәлемі болсын, туралы қиссаны айтады. Бұл қисса қат-қабат шытырман оқиғалардан тұрады. Біз соның бір желісін ғана баяндап бергелі отырмыз. Жүсіп пайғамбардың аса көрікті адам болған белгілі. Ол патша уәзіріне қызмет етіп жүргенде, уәзір әйелі оған ғашық болып, көңіл қосқысы келеді. Алайда арсыздыққа баруға Алладан қорыққан Жүсіп алейхиссалам әйел ұсынысынан бас тартады. Бұған шамданған әйел оны зынданға отырғызады. Ал Жүсіп Аллаға сабыр етіп, басына түскен сынақты көтеріп алады. Сөйтіп жаратушыға ісі жаққан Жүсіп алейхиссалам Алланың құдіретімен зынданнан құтылып, патшаның ең сенімді адамына айналады. Міне осындай қиссадан ғибрат алған халқымыз аққа Құдай жақ деген қанатты сөз қалдырған. Ал екі бақтың иесі туралы қиссаның оқиғасы қазақ ертегілерінің құрамынан табылуы халқымыздың Құраннан рухани нәр алғанын айғақтайды. Сондай-ақ Құран қиссасындағы Сараңбай, Қарун бейнесі қазақ фольклорынан ойып тұрып орын алған. Қарун қазақ ауыз әдебиетінде Қарынбай ретінде көрініс береді. Ол қазақтың қара өлеңінде былай сипатталады. Айтамын өлеңімді ойлай-ойлай, Қарынбай, өткен екен малға тоймай, 30 күн оразада бір қой соймай, қара жер жұтқан екен бойлай-бойлай. Иә, малым жанымның садақасы, жаным арымның садақасы деген халқымыз Қарынбайдың типтік бейнесін жасау арқылы жас ұрпақты дүние қорлықтан жеріндіріп отырған. Біз де ата-баба жолын берік ұстануға тиіспіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 Ал енді қазір бірден бүгінгі жаңа сабағымызға кірсек, бүгінгі жаңа сабақтың аты шадда деп аталады. Шадда беретін мағынасы қосарлану, яғни сөз ішінде келген әріптердің қосарланып жазылуы, немесе қосарланып оқылуы жайлы болмақ. Ол үшін әріптердің үстінде экранда көріп тұрғанымыздай төңкерілген 3 секілді белгі болады. Төңкерілген 3 секілді мына бір белгі қай әріптің үстінде келетін болса, ол әріпті біз қосарлап оқимыз. Демек, ол әріп екеу болып оқылады. Мына жерде берілген мәтінде байқап тұрғанымыздай, әрбір торкөздегі сөздің үстіндегі әріптердің үстінде осы шадда белгісі қойылып тұр. Шадда белгісі қойылған жерді біз қосарландырып оқимыз. Қос әріп ретінде оқимыз. Басынан бастайтын болсақ, қазір мынау әріпіміз алифия белгілі. Үстінде ә дыбысын беретін харакат тұр. Одан кейінгі әріп бә әріпі. Бә әріпінің үстінде
шадда белгісі. Демек, біз бәні екі бұғып оқимыз, дұрыс айтасың. Демек, әббә деп оқитымыз. Әббә. Бә екеу болып шығып тұр, әббә. Мына жерде екінші жолда әбби. Себебі бәнің астында и дыбысын беретін харакат тұр. Әбби. Әбби. Келесі әббу. Әббу. Одан кейін алиф, хамза астында и дыбысын беретін харакатқа айналып кетті. Иббә. Иббә. Ибби. Ибби. Иббу. Иббу. Ары қарай қайталаймыз. Уббә. Одан кейін убби. Одан кейінгі сөз уббу. Одан кейін әббән. Кейінгі сөз әббин. Одан кейін әббун. Мінекей байқап тұрғанымыздай соңғы оқыған үш сөзіміздің үстінде астында тануин белгілері тұр, сол үшін біз оны тануин қылып оқып жатырмыз. Демек, мына шадда белгіміз ол харакаттармен де бірге келеді және тануиндермен де бірге келеді екен, Мына жерде уббу десек, мына жақта әббән, әббин, әббун дедік, Тануин сол қалпында оқылады, харакат та сол қалпында оқылады. Шадданың келуімен ешқандай олар өзгеріске ұшырамайды. Сол секілді ары қарай келесі сөздерді оқитын болсақ, иббин, бұлар да тануиннен келіп тұр, Қайталаймыз. Иббин. Иббун. Уббан. Уббун. Мінекей, құрметті көрермендер, осылайша шадда белгісінің оқылуында ешқандай қиыншылық жоқ. Ол харакаттармен де қатар келе береді және танумен де қатар келе береді екен. Сіздер біз оқып жатқан мәтінмен қатар бірге оқып отырыңыздар. Қазір әрбір шәкіртке жеке-жеке оқытамын. Енді мына жерде бә әрпінің үстінде шадда келген болса, келесі келген әрпіміз ол та, шадданың тұрған келесі әрпі та. Жаңағы тәртіп бойынша Алмас, қаны оқимыз. Та әрпіміз қалай қосарланып оқылады екен? Атта. Дұрыс, жақсы. Одан кейін? Атти. Дұрыс. Атту. Дұрыс. Одан кейін? Атта. Жоқ, бұл? Итта. И ғой, и харакаты ғой. Астында тұрған, Итта. Итта, дұрыс. Итти. Дұрыс. Итту. Жақсы. Ары қарай? Утта. Утта, дұрыс. Утти. Дұрыс. Утту. Дұрыс. Аттан. Жақсы. Одан кейін? Аттин. Аттун. Жақсы. Одан кейін? Иттан. Ары қарай оқи бер. Иттин. Иттун. Уттан. Уттан, дұрыс. Уттин. Дұрыс. Уттун. Уттун, дұрыс. Бізді әбден жаттықтыру үшін, көзімізді үйрету үшін, мына жердегі харакаттары әртүрлі болып келіп тұр, Біресе а дыбысын беретін харакатпен, біресе у дыбысын немесе и дыбысын беретін харакатпен, немесе тануиндермен араласып келіп тұр, Біз осы арқылы шадданың олардың барлығымен қатар келетіндігін, және шадда қай жағдайда келсе, шадда болып оқылатындығы жайлы осы жерден ақ біз жаттығып жатырмыз. Келесі сөзден бастап, Айдос, қандай әріп еді бұнау? Фәрб. Фәрб, үстінде үштік несі бар? Әсса. Әсса, дұрыс.
Әсси. Дұрыс. Әссу. Жақсы. Исса. Исси. Жақсы. Иссу. Дұрыс. Усса. Дұрыс. Усси. Жақсы. Уссу. Уссу. Дұрыс. Ассан. Әссан. Дұрыс. Ассин. Жақсы. Ассун. Жақсы. Иссан. Жақсы. Иссин. Иссун. Дұрыс. Уссан. Уссин. Уссин. Дұрыс. Уссун. Уссун. Дұрыс. Осы жерден тоқта. Келесі сөздерде біз жим әрпінің келгенін байқап тұрмыз. Жим әрпінің шаддамен келгенін көрдік, осылайша әрбір әріпті жеке-жеке бізге беріп тұр екен. Келесі сөздің басынан бастап жим әрпіне жалғанған шадда. Тибір, оқимыз. Аджа. Аджа. Дұрыс. Аджи. Дұрыс. Аджу. Жақсы. Иджа. Иджи. Дұрыс. Иджу. Жақсы. Уджа. Уджи. Жақсы. Уджу. Уджу. Аджан. Аджин. Аджин. Аджун. Иджан. Иджин. Иджин. Дұрыс. Иджун. Иджун. Дұрыс. Бұл жердегі маңызды нәрселер тек харакатпен тану индерді шатастырып болмамыз керек. Бізге әртүрлі харакаттармен әртүрлі тану индерді араластырып беріп тұрғаны осы шатастырып алмауға жаттықтыру үшін келгендіктен болатын. Қазір кітапты ашамыз. 15-ші дәрісте осы шаддаға байланысты экранда тұрған мәтін кітапта бар. 23-ші бетті ашыңдар. Кітаптың бетінен қайтарып оқимыз. Алмас, бастаймыз. Әббә. Дұрыс. Әбби. Әббу. Иббә. Ибби. Жақсы. Иббу. Уббә. Екінші жолдың басынан. Убби. Уббу. Әббән. Әббин. Әббун. Иббән. Иббин. Иббун. Жақсы. Уббән. Уббин. Уббун. Әттә. Әтти. Әтту. Иттә. Итти. Итту. Утта. Утти. Утту. Әттән. Жақсы. Ары қарай Айдос оқимыз. Әттин. Әттун. Иттән. Иттин. Иттун. Жақсы. Уттән. Уттин. Уттун. Әсса. Әсси. Әссу. Исса. Исси. Иссу. Усса. Усси. Жақсы. Уссу. Әссан. Жақсы. Осылай. Ассин. Ассун. Иссан. Дұрыс. Тимур, ары қарай жалғастыр. Иссин. Иссун. Уссан. Уссин. Уссун.
Ajja. Ajji. Ajju. Ijja. Ija. Ijji. Ijju. Ujja. Жақсы. Ujji. Ujju. Ajjan. Ajjin. Ajjun. Жақсы. Ijjan. Ijjin. Ijjun. Жақсы, рахмет. Осымен бүгінгі сабақтың негізгі мәтіні аяқталды. Сабақ шадда сабағы өте жеңіл екенін байқадық. Ол төңкерілген үш секілді белгі дедік. Кез келген әріптің үстінде тұратын болса, ол әріп қосарланып оқылады дедік, иә? Сонымен қатар шадда кез келген харакатпен бірге келе береді және тәнуинмен қосылып келе береді, иә? Оған біз мысалдар арқылы байқадық. Бұл жерде Құран әліпбиінің барлық әріптерін келтіріп отырған жоқ. Осы бәнің, тәнің, сә және жимнің үстіндегі келетін шадданың мысалдарын берген. Осы ретпен басқа әріптердің үстінде де шадда әріпі келе береді. Сол ретпен оқи береміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгін біздің жаңа сабағымыз аяқталды. Жаңа сабағымыз шадда деп аталады. Шадда ол әріптердің қосарлануын білдіретін белгі. Біз шадда сабағымызға байланысты жаттығуды келесі сабаққа қалдырдық. Келесі сабақта шаддаға байланысты Құранның ішінде келген сөздерді теріп, топтастырып бір жерде жаттығу жасайтын боламыз. Өздеріңізде үйде алдарыңыздағы оқулықтарыңыз, кітаптарыңыздан бірнеше қайтара осы шадда және шаддаға дейінгі сабақтарды қайталап әбден пісіруге тырысыңыздар. Құранның сөздері барынша көбірек оқыған сайын санаға сіңімдірек болады, көзге танысырақ болады. Жаңадан жарқын күндерде жолыққанша сіздерге Алланың амандығымен сәлем болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 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 اقرأ باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق باسم ربك الذي خلق